Барларыңызға сәлем. Бүгін осындай 3 түрлі сыр раменнің дәмін көреміз. Бұлардың әрқайсысы әртүрлі фирмадан. Мынау Самьян фирмасы, мынау Бульдак және Лонгшень. Мен негізі сырны рамендерді өте қатты жақсы көремін. Бірақ неге екенін білмеймін, мен мүлдем алмайды екенмін. Мен көбінесе морепродукты, грибімен көп алады екенмін. Сондықтан бүгін осындай 3 түрін алып, сіздермен бірге пісіріп, осы видеода сіздермен бірге дәмін көруді шештім. Мен негізі доширак деген сырный раменді алғым келген. Доширактікі тоже дәмді, мен оны жеп көргенмін алдында. Соны алғым келген, бірақ оны мүлдем таппадым. Білмеймін не екенін ешқай жерден таппадым. 2-3 супермаркетке бардым, ешқайсысында жоқ. Екі сырный раменді Самьян мен Бульдактікін екеуін пісіредім. Ал мынаны тек қана үстінен су құйып бұқтыра салады. Қазір осылардың барлығын тез жасап, сіздермен бірге дәмін видеода бірге көреміз. Ең бірінші Самьян чизді ашамыз. Керемет, ерекше инструкция жоқ. Барлығына бірдей. Қалай болса солай ашып тастадым. Осындай домалақ лапшасы бар. Маған осы корейский рамендардың лапшаларын айып, прям осындай қалың, өте әдемі, және осындай домалақ қылдырып, не осындай лапшасы, және осындай екі приправасы бар. Өте әдемі түрлері бар. Енді Бульдактікін ашамыз. Ойбай. Бульдактікі 4 бүрішті лапшасы. Ойбай, мұнан қаранды. Мына өте қып-қызыл. Я прям чувствую, что бұл ащы өте. Міне мынау сырный жаңағы приправасы. Ал мынау өте ащы приправасы деп ойлаймын. Мінеке осындай екі түрлі. Енді міне мынау үшінші Лонгшень деген фирманікі. Сырный рамен. Бұл бұқтыра салатын, өте тез дайындалатын рамен. Вау! Мен андайды вообще бірінші рет алып тұрмын. Ыдыстағы нені вилкасы осылай болып бүктеліп жатады екен. Сосын оны осылай қояды. Сөзде әдемі болып шығады осындай. Это так мило. Қамқорлық қой. Мінекей. Осындай екі приправасы бар. Мынаның ішінде көкөністер. Мынау основной суповой приправасы. Мінекей осы екеуін қосып, мынаның үстіне қайнаған су құя салу керек болды. Ең бірінші Бульдак раменін дайындаймыз. Барлығы әдеттегіндей. Мынаны қосып, бетіне мынау приправаларды қосамыз. Болды, енді осыны қақпаған жоқ. Примерно 3 минут пісіреміз. Мінекей осылай дайын болып қалды. Енді келесі раменді дайындаймыз. Лапшасының үстіне мына приправаларды қосамыз. Сырный основасы прям күшті, көп екен. Жаңағы Бульдак раменді сырный основасы көп болған жоқ, кішкене ғана болды. Иісі де ұнамайды Бульдактың маған. Мынау кәдімгідей аппақ прям сыры бәрі сезіліп жатқан сияқты. Ыдыстағы раменді сіздермен бірге дайындап көремін. Менде лапшасын жаңа көргендеріңіздей осындай өте керемет. Қатты ұсақ емес болады. Міне мынау көкөністер, тұрған жасыл пияз, кимчи, ол пекинский капустадан жасалған осындай салат. Сосын сәбіз көптім. Өзіне осындай жүктер үлкен көп қылдырып істепті. Мінекей осындай бір линия бар өзі. Сол линияға дейін, сызыққа дейін су құйсын дейді. Болды, жауып қойдық. Енді 3 минуттан кейін жабылмайды екен.
жабылды. Енді қазір 3 минуттан кейін дайын болады. Мінекей осындай 3 түрлі раменіміз дайын болды. Мынау бульдог. Бульдогтікі енді прям қып-қызыл ғой, енді сыры қай жерінде түсінбедім. Қазір көреміз. Дәмін мүлдем көрген жоқпын. Бұның лапшасы маған прям ұнап тұр. Қалың сияқты. Мынау самияңдікі. Сап-сары, кәдімгі сырный рамен. Мынау ноңшимдікі. Бұл енді пісірілмейтін болғандықтан бұның лапшасы өте жіңішке болады, сондықтан кешірімді деуге болады. Мінекей осындай 3 түрлі сырный рамен. Осылай сырттан қойып қойдым. Көру үшін. Қазір болды, үшеуі де дайын болды. Енді қазір барлығını кезек-кезек дәмін көреміз. Мен бірінші мынау аш емесінен самияңнан бастағым келіп тұр. Өйткені бульдогтың түрінен белгілі өте қып-қызыл. Сондықтан бірінші мынаны көремін. Лапшасы жақсы. Қалдымдау екен. Жаңа біраз 1 минуттай бағып тұрғаннан кейін лапшасы жақсарды. Мына менің темір палочкам өзімен оңай жүр. Ағаштан жасалған. Хочу. Сырғана кете береді. Қазақ арсына. Иісі деген керемет енді. Сырдың иісі прям күшті аңқып тұр. И түрі де өте әдемі және нәзік. Сырный десе сырный. Дәмді. Өте дәмді. Ашы емес мүлдем. Ашылық бар, но кішкене ғана. Ыстық просто. Өте дәмді екен, маған ұнады. Енді ноңшимді көрейік. Ашыны бастауға да қорқып тұрмын ғой. Бульдогтікін. Енді мен ондай стаканчиктағы раменді алдында не жеп едім мен? Видеоға бірдеңесін жеп едім ғой стаканчикпен. Соны жедім, мынаны екінші рет жеуім. Маған егі стаканчиктағылар ұнамайды, шыны керек. Бұл қымбатырақ болады. Бір 100 теңгеге, 200 теңгеге. Және де лапшалар өте жіңішке, мен есіме Big Bon роллтың түсіп кетеді ғой. Соның лапшасы есіме түсіп кетеді. Вау! Бағаламаппын. Өте дәмді. Иісі ерекше, айтайын иісінен неме? Бір тәтті бір иіс шығады. Мынада тек қана сырдың дәмі ғана сезіледі. Мынаның ішінде бір күшті бір тәтті иіс шығады. Білмеймін, неменен дәмі келмеді. Повар болмағандықтан мен ондай заттарды білмейді екенмін. Оның үшін құрамын оқу керек екен. Бірақ жаңа приправасында көрдіңіздер, әртүрлі көкөністер өте көп болды. Ерекше прям супыға основасында бірдеңе қосқан. Дәмді. Сырдың дәмі прям қатты сезілмейді. Сол сырдың дәмі шығар, бір ерекше сыр қосты ма, білмеймін ғой енді. Ерекше дәмі. Шыны керек бағаламаппын. Стаканчикта рамендерде дәмді болады екен. Бұның лапшасы жіңішке және ауызда прям еріп тұрышы. Мыналардың лапшалары кәдімгі домашний лапша сияқты прям қатты, көп
көп шайнау керек деген сияқты ғой. Мынада прям ауызда балқып еріп тұрады ауызға апарғанда. Күшті. Күшті екен мынау Ношин деген фирманың сырный рамені. Маған ұнады. Өте дәмді. Так, енді ең ащы рамен. Сырный рамен дейді, бульдактың. Бірақ сырныйға түкте де ұқсап тұрған жоқ, тағы да айтам. Но лапшасы өте керемет. Прям маған ұнайды осындай лапша. Қараңыздаршы, қандай қалың, осындай. Прям осындай жуан, осындай керемет лапша. Прям қолдан жасалған сияқты. Өте керемет лапша. Иісі енді жақсы десе де болады, бірақ сырдың да иісі көп сезілмейді. Көбіне бір ащы бұрыштың, ащы приправалардың солардың дәмдері сезіледі. Ішінде не бар? Капуста бар, тоже кимчи бар, көкөністер, сәбіз, сондайлар жүр, кішкене әрине. Және теңіз жапырағының қалдықтары бар екен. Қазір енді дәмін көреміз. Бұл бейшара суп кетті, өйткені бағана бұны бірінші дайындағанмын. Негізі дұрыс емес, бәрін бір уақытта дайындау керек. Бірақ менде плита біреу ғана болды. Мінекей осындай. Лапшасы өте дәмді. Ащы. Өте ащы. Мен үшін өте ащы. Енді анау рамендарды жеп мүмкін тойып қалған шығармын. Жай уақыттарда негізі бұны кәрістерге бұл ащылық средний немесе төмен болып саналады. Орташа немесе төмен болып саналады. Ал мен үшін бұл ең өте ащы рамендардың бірі. Мұндайды қатты қарным ашып тұрған кезде де мен спокойно жей аламын негізі. Өте ащы. Сырдың дәмі мүлдем жоқ. Бұл неге вообще сырный деп аталады? Өте ащы. Мынаның тек қана лапшасын алып, суын төгіп тастап, лапшасын ғана жеуге болады. Енді бұл жөнінде не айтайын? Приправасында жаңа көрдіңіздер, қызыл приправасы өте көп болды, а сырный приправасы өте аз болды. Сол осыған әсер етті әрине. Мен аузым бәрі ашып жатыр. Айдаһар болып жатырмын. Өте ащы. Лапшасын жеке алып, лапшасын жеуге болады, бірақ сорпасын бәрін ішуге келмейді. Негізі бульдак рамен, сыртында тауықтың суреті тұрады, өзі бір жынды тауықтың суреті. Бульдак рамен өзі ащы рамендардың біріне жатады, бірақ фирмасы өте кең таралған. Көп елдерде таралған, осы кәрістердің ең көп таралған рамендарының бірі. Қазір мен сыртын көрсетейін. Сыртында не жазылып тұр, соны оқайын. Cheese hot chicken flavor рамен. Получается, сырный
острый куриный рамен. Все понятно. Мен мынаны код дегенді оқымаппын екен, шын керек. Сыртында жазылып тұр екен ғой өзі, сырный острый рамен деп. Соны сыртын оқымаппын. Кстати, бульдакта өте керемет жаңалық бұнда. Орысша, қазақша, өзбекше осындай аудармасы пайда болыпты. Бүкіл дайындау әдісі, құрамы, барлығы сондай үш тілде жазылатын арнайы. Онысына қарағанда осы СНГ-ның осындай үш еліне арналған арнайы рамен. Производство кәдімгі Кореяда дайындалған деп тұр, изготовитель. Осы елдерде шығарылған рамен деп ойлаймын. Бұл өте күшті. Бұрында өйткені сыртында тек қана ағылшынша жазып тұр. Ағылшыншаны кейбіреуін түсінесің, кейбіреуін түсінбейсің, сондай болады. Мына жерде барлығы күшті жазылған, дайындау әдісі қазақша жазылған. Табаға деп жазған ғой. Сковородка, кастрюльге деп жазбаған. Табаға деген өте күшті естіледі екен, нағыз қазақтың сөзі. Табаға су құйып, оны қайнату керек. Сол дайындау әдісін мен даже оқымаппын да. Бірінші кеспесін ғана пісіріп алады екен қайнаған суға. Содан соң жарты суын төгіп тастап, кішкене су қалдырып, содан соң екі приправаны қосып, араластырып сосын жейді екен. Онда өте ащы болады. Сонысына қарағанда міне мынандай сияқты болады ғой, сонда сусыз жейді екен. Ондайды мен мүлдем жей алмас едім, сондықтан бізге қазақтарға солай болады деп ойлаймын. Тек қана сол суының үстіне барлығын қоса салады. Сол бульдак рамен ұнайды, бірақ сыры өте аз. Ешкім менен бұндай обзор сұрамаса да, мен өз ойымды айтып кетейін. Жаңа айтқандай, бульдактікі өте ащы. Өте ашыны қатты жақсы көретін адамдар ішсе болады. Самьяңның сырный рамен өте керемет. Сырны жегісі келген адам, сырный рамен жегісі келген адамдар осы самьяңды ойланбай алса да болады. Ашылығы мүлдем аз. Лапшасы да өте күшті. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес. Және де мынау ноңшимдікі. Негізі ноңшимнің әдеттегідей осындай лапшасы бар. Осындай қалың лапшасы бар. Пакеттегі рамендары бар ғой. Соны алсам, мне кажется, сол одан да өте дәмді деп ойлаймын. Сондықтан осы сырный рамен жегісі келген адамдарға ноңшим мен самьяңды ұсынамын. Бүгінге менің осындай сырный рамендарға арналған обзорым аяқталды. Сіздер өздеріңіз білгендегідей, маған осы екеуі өте қатты ұнады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.